Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Ұлтқа тірек ұлы көш атты танымды видеоролигімізді назарларыңызға ұсынамыз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ұлы көш басталып кетті. Моңғолиядағы, Қытайдағы, Ирандағы, тағы басқа елдердегі қазақтар атамекенге ат басын бұра бастады. Осы тұста Қазақстан үкіметінің сырт елдеріндегі бауырларды тарихи отанына қайтарудағы, оларға жағдай туғызудағы ең жандылық, көші-қон мәселесіндегі түрлі келеңсіздіктерден қазақ публицистерін бейжай қалдырған жоқ. Қазақ ұлты өз елінде жалтаң көз болып отырғанда, шеттегі қандастарымыздың басым көпшілігі уақыт өткен сайын қыспаққа түсіп, жойылып кету қаупі төніп тұрғанда, ұлт мүддесін жоғары көтерген публицистеріміз ұлттық құтқарудың жалғыз ғана жолы бас біріктіру екенін бар дауыспен айта білді. Көшпелі ортада адамдар тобының немесе этникалық ұжымның белгілі бір мақсатқа байланысты жолға шығу үрдісі. Көшпелі тіршілікті ұйымдастырудың ең басты элементтерінің әрі тәсілдерінің бірі болып табылады. Көштің бастауы Моңғолия елінің астанасы Улан-Батыр қаласы мен оның төңірегіндегі тұрып жатқан қазақтардың өз қаражаттары мен атажұртына қопарыла көшуінен басталған еді. Олар туып өскен жеріне, тұрып жатқан үйіне, қорадағы мал-мүлік дәулетіне, атқарып келген лауазымды қызметтеріне де қарап байланған жоқ. Тәуелсіз қазақ еліне жетсек болды деген ізгі ниетпен бәрін тәрк етті. Міне бұл да көшпелі қазақтың көрегенді қасиеттерінің бірегейі болса керек. 1997 жылы 13 желтоқсан күні тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев халықтың көші-қон туралы заңға қол қойды. Бұл тарихи құжат болатын. Ол Алматыдан Ақмолаға көшіп келген жоқ. Сарыарқа төріне елбасының алғаш қол қойылған заңы және тұңғыш рет мемлекеттік тілде жазылған заң. Содан бері едәуір уақыт өтті. Осы уақыт ішінде қоғам өмірінің барлық салалары айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Көші-қон процесін заңнамалық тұрғыдан зерттеп отыру, әсіресе бүгінгідей жаһандану заманында өте маңызды. Біздің елімізде бұл бағытта атқарылып жатқан істер аз емес. Осы орайда халықтың көші-қон туралы жаңа заң жобасы дайындалды. Ол Қазақстан Республикасы президентінің 2007 жылғы 28 тамыздағы жарлығымен мақұлданған. Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2007-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру мақсатында әзірленген. Сонымен қатар бірқатар заңдарға толықтырулар енгізілетіні көзделді. Елімізде қалыптасқан ахуалды сақтай отырып, халықтың әл-ауқатын одан әрі жалғастыру үшін осы процестерді реттеудің құқықтық негіздері жаңартылуға, заман ағымына сай көші-қон қатысты заңнамалық база одан әрі жетілдіруге тиісті. Назарларыңызға рахмет.